Сені қалайсың? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Демалысқа өтті. Жақсы, күшті өтті демалысым. Кеше алғыс айту күні болды. Аха. Кеше алғыс айту күнімен баршаңызды құттықтаймын. Және де кеше Наурыздың бірінші күні, көктемнің алғашқы күні құлпырып кірген болатын. Солай барлықтарыңыз құлпырып, осы Наурызды өткізіңіздер дегім келеді. Үміткерің қалай? Үміткерім жақсы, өзінің шараларымен қазіргі таңда өзінің ауылында жүрген болады. Сарыағашта ғой деймін, қателеспесем. Сарыағашта жүр, бұйырса алдағы уақытта келеді деген ойдамын. Одан кейін келген соң бұйырса күшті жерлерге барамыз. Бірақ енді күнделікті хат алмасу, хабарласу болып жатыр ма тері? Болып жатыр ол жағы. Былайынан өзінің ауылында қазіргі жүр. Түсінікті, рахмет. Сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Демалысқа Жаңа өтті. апта берекелі болсын айтпақшы баршаларыңызға. Берекелі, үміткерлер толып. Кеше алғыс айту күні болды. Алғыс айту айтпақшы барша қазақ елі кешегі 1 Наурыз алғыс айту мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға мың алғыс. Демалысқа өтті. Демалыс өте керемет өтті. Туған туыстарымның үйлеріне қонаққа барып, ауызашарға барып деген сияқты бір керемет күшті күн болды. Негізі 2 күн демалысымен демалған жоқпын, қыдырып жүрдім. Сенде үміткер жоқ, қателеспесем? Менде үміткер жоқ. Қазақтың ару қыздары 18 пен 25 жас аралығындағы бойжеткендер, егер сіздерге мен сияқты аяғынан нық тұрған, өзіне сенімді, 8 қырлы, 1 сырлы жігіт керек болса, қосақ жобасына келіңіз. Ең басты талап, тұрмыс құрмаған, ажыраспаған баласы болмаса болды. Қалғанын сырласып, ақылдасып, сөйлесіп аламыз. Қалайсыз? Баршаңызға қайырлы күн. Аптаның бірінші күні барлығыңызға сәттілік, мерекелі болсын. Сізге жұма күні қателеспесем үміткер келді. Үміткер келді. Қалай екен? Вамук. Есімі. Кездесу болды ма? Кеше кездестік. Киноға бардық. Мені күшті үлгіріске кухняға бардық. Жас айырмашылығы бар, 6 жас, 6 жас. Ол 19-да ма? 18-де. Бірақ білінбейді. Түрі бірақ бәрі айтып жатыр, что 18-ге ұқсамайды деп. Екеулерің бір жасты сияқтысыздар. 18-ге деп айта алмаймын. Күшті. Андай взрослый, ер азаматтар сияқты. Енді ұнап жатыр ма, көңіліңнен шығып жатыр ма? Енді пока ұнап жатыр, Енді прям ұнатып қалдым деп айта алмаймын. Таныстық болып жатыр? Таныстық. Өр болып жатыр. Түсінікті, рахмет. Қайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бізде бәрі жақсы, жұма күні болған жоқпысың, қателеспесем. Неге? Көңіл күйінің болмауынан және де 1-2 жұмыстарым болды, соған бардым. Көңіл күйің болмауынан Тимурдың Себебі бар, Түсінікті, бағдарлама барысында біле жатармыз. Кеше алғыс айту күні болды. Кімге алғыс айттың? ең алдымен анама алғыс айтамын. Осы өмірге мені дүниеге алып келіп, осы тәрбиелі қыз қылып өсіргеніне, осы жасыма шейін жеткізгеніне анама алғыс айтамын. Ең бастысы, екіншісі ол халқыма алғыс айтамын. Көрерменге, Халқыма, көрерменге, бізді көріп, бізге поддержкаларын беріп жүргеніне. Ең соңғысы сізге алғыс айтамын. Бізді өйстіп әдемі қылып түсіріп жүргеніңізге. Деген образ. Мен өзімді бір Парижда жүргендей болып тұрмын. Не хватает. Неге? Үлгересіз, боялғаныз күшті эффект боласа кезде өте әдемі назымның образы. Қалай демалдыңыз? Жақсы, күшті демалдым. Бірақ суббота эфир болғандықтан былай қатты үлгеріп. Сізде болдыңыз ғой, күшті эфир болды, Күшті болды. Дайынсыз ба енді? Осы апта сіздерсіздер ғой? Осы апта. Білмеймін енді, қалай болатын. Дайын Ең басты тұс 1 миллион. Кім жеңіп алады? Мен жеңуім керек. Кеше алғыс айту күні болды. Кімге алғыс айтқыңыз келіп тұр? Үйдегілеріме, отбасыма, анама, әкеме, туған туыстарыма, достарыма барлығына алғыс айтамын. Мен жанымдағы адамдарға барлығына алғыс айтамын. Қолдаушыларға, көрермендерге. И қолдаушыларға, көрермендерге, оларға тоже более отдельный рахмет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Кеше алғыс айту күні болды. Кімге алғыс айтқыңыз келеді? Шынымды айтсам, алғыс айтуым есіне шығып кетті. Ешкімге алғыс айтпадым. Сол мүмкіндікті мен сізге беріп тұрмыз, Паровойдан пеш жақсы дейді. Сондықтан
иә барлық өзімнің туған туысыма, достарыма, мені үнемі қолдап жүретін менің шағын ғана кішігірім қолдаушыларым бар. Солардың барлықтарыңызға үлкен рахмет. 4 адамға иә ол? Алғыс. Бесеу. Бесеу, аха. Рахмет. Не жаңалық? Камила қалай? Жақсы, Камила жақсы. Жаңалық сол алымның күні, сенбі күні осы жерде эфир болған, сайыс болған. Сол жерден екінші орын алып қалғанмын. Екінші орын. Ал былайша бәрі жақсы, керемет. Түсінікті.